Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен қарастыратын тақырыбымыз жарықтың шағылуы, шағылу заңдары, жазық айналар деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Сонымен бізде бірінші жалпы шағылу дегеніміз, яғни қандай да бір бетке, яғни мына жерде суретте көріп тұрсыздар, қандай да бір бетке жарық түсетін болса, ол беттен жарық өтпейді келесі жаққа, одан кейін қайтадан қайтатын болса, оны біз шағылу деп атаймыз. Енді шағылудың бізде екі заңы бар. Бірінші, шағылу түсу бұрышы мен шағылу бұрышы бірдей болады. Бұл жердегі альфа дегеніміз бізде түсу бұрышы, ал бетта дегеніміз ол бізде шағылу бұрышы. Шағылу бұрышы осы екеуі бірдей болады. Енді қараңыздар, бұл суретке қарайық. Мынау жатқан, мынау бірінші мына жерде жатқан, ол бізде жазық айна деп аталады. Мынау айна, жазық айна. Одан кейін екінші мынау жерде түсіп жатқан төмен қарай бағытталған сызық, ол түскен сәуле, мынау тұрған бізде шағылған сәуле. Енді түсу бұрышы дегеніміз ол түскен сәулемен мына перпендикуляр, мынаны біз перпендикуляр деп атаймыз. Перпендикулярның арасындағы бұрышты біз түсу бұрышы деп атаймыз. Ал осы перпендикуляр мен мынау шағылып жатқан сәуле арасындағы бұрыш ол бізде шағылу бұрышы деп аталады. Сонда шағылудың екінші заңына тоқталатын болсақ, түскен сәуле, яғни түскен сәуле, одан кейін шағылған сәуле және тұрғызылған перпендикуляр үшеуі бір жазықтықта жатады, яғни бір түзудің бойында жатыр дегенді білдіреді. Енді осыдан егер бізде мысал бұл жаңа бірінші қарастырған, ол бізде жазық айна, иә. Енді біздің айнамыз жазық және кедір-бұдыр айна болатын болса, яғни тегіс және кедір-бұдыр айна болатын болса, бірінші суретті қараңыздар. Бірінші суретте бізде жазық айна болған, яғни жазық айнаға мына жерде 4 түрлі сәуле түсіп жатыр, иә. 4 түрлі сәуле бір-бірімен параллель келіп түсті, шағылғанда да параллель шағылып жатыр. Ал енді екінші суретті қараңыздар. Екінші суретте бізде шағылған кедір-бұдыр айна. Кедір-бұдыр айнаға мына 4 жарық параллель түсті, бірақ шағылған кезде олар параллель кетіп жатқан жоқ. Яғни бағыттары бойынша өзгерістер пайда болды, иә. Яғни бұны кедір-бұдыр болған кезде сонда біздің шағылудың бірінші заңы орындалмайды дегенді білдіреді, иә. Енді жалпы бізде жазық айна дегеніміз тоже сәулені шағылдыру арқылы береді. Енді айна бетінен шағылған сәулелердің жалғасының шашырай таралып қиылысуының нәтижесінде, яғни қандай да бір жалған кескін аламыз дейді. Енді мына жерде объекті дегеніміз ол дене, яғни дене дейміз. Денеден айнаға дейінгі қашықтықты біз D деп белгілейміз. Ал енді image дегеніміз ол кескін. Кескінге дейінгі қашықтық ол бізде F пен белгіленеді. Mirror дегеніміз мына жерде айна болып тұр, иә. Енді бұл айнадан біз қандай кескін алғанымыз? Біріншіден біз жалған кескін аламыз, өйткені айнаның артқы жағында болып тұр. Екіншіден біз мына жерге жазып қояйын. Формуласы, жазық айнаның формуласы мынандай болады. Енді бірінші біз жазық айнадан жалған кескін аламыз. Екіншісі біз арақашықтығы бірдей кескін аламыз және қандай дененің үлкендігі қандай дәл сондай кескін аламыз. Одан кейін біз симметриялы кескін аламыз. Симметриялы дегеніміз, мысалы айнадағы ардагердің өзіне қарап тұрады. Мысалы мен айнада тұратын болсам, айнадағы ардагер маған қараған, дұрыс па? Яғни сол кескінді біз симметриялы деп атаймыз. Енді жазық айнадан кескіннің бірінші симметриялы, жаңағыда айтып жатырмын. Мына жерде тағы да сол сурет, иә. Бұл жердегі сурет бойынша мысалы қарайтын болсаңыздар, мына жерде суреттен біз жазық айна берілген, мысалы мына жер D болатын болса, мына жер бізде кескін деген сөз, иә. Дәл сондай кескін алып тұрмыз дегенді білдіреді. Сонда өлшемдері бірдей, жалған және тура кескін аламыз деген сөз, иә. Жақсы, мына жерде енді шағылуға байланысты мына жерде суретті көріп отырсыз. Бұл шағылған кезде, мысалы мына жерден бір жарық түсті, ол шағылып жатыр, иә. Осы жарықты біз жалғастырамыз, ол біздің дененің төбесін білдіреді. Одан кейін мына жерде түсті сәуле, ол тура солай шағылды. Яғни мына жердегі бұрыш пен мына шағылған бұрыш екеуі бірдей болып тұр. Осылардың нелерін жалғастыратын болсақ, мына жалған кескіндерін былай жалғастыратын болсақ, осы жерде бізде кескіннің бейнесін алып алсақ болады. Енді осы жазық айналарды бізде көп айналар қою арқылы біз айналардан бірнеше түрлі кескіндер санын алуға болады. Осы кескіндер санын алу үшін біз мынау 360 градус деген бұрыш бар, иә. Осы 360 градусты біз альфаға бөлеміз, азайтамыз 1 деген формула арқылы шығаруға болады.
осыдан бірнеше кескіндер алуға болады. Сол себепті бізде үйлерде, интерьерде, дизайндерде көп айналар қою арқылы, яғни дизайнды кеңітеді, үйдің кеңістігін үлкейтіп көрсетуге болады деген сияқты нәрселер қолданамыз өмірде. Так, енді осы мысалды қарасып жіберейік. Мысал есептер. Сәуленің түсу бұрышы 10 градусқа азайғанда түскен сәуле мен шағылған бұрыштың сәуленің арасындағы бұрыш қандай болды дейді. Енді біз былай қандай да бір осындай айна алайық. Айнадан мынандай бір жаңа перпендикуляр түсірдік. Мен перпендикулярым қисық болып кетті деймін. Перпендикуляр түсірдік, иә. Мына жерде өшіріп тастайын. Перпендикуляр түсіреміз. Одан кейін перпендикулярға қандай да бір бұрыш түсті. Мынандай бір бұрыш түсті. И шағылу бұрышы да тура сондай болды деген сөз. Енді мынаның каждыйын 10 градусқа кемітіп жатырмыз дейді. Яғни мынаны біз 10 градусқа кемітетін болсақ, онда мына жақта 10 градусқа кемиді, иә. Сонда екеуі біріккенде 20 градусқа кемиді деген сөз. Сонда альфа бұрышты, яғни шағылу бұрышын 10 градусқа кемітетін болсақ, түсу бұрышын 10 градусқа кемітетін болсақ, онда шағылу бұрышы да 10 градусқа кемиді. Сонда екеуі біріккенде бізде 20 градусқа кемиді дегенді білдіреді екен. Енді екінші мысалға кетейік. Айналық бетке жарық сәулесінің түсу бұрышы 20 градус, шағылған сәуле мен айна жазықтығы арасындағы бұрыш қандай? Енді осындай айналық бетті сызып аламыз. Айналық бетке жаңағындай перпендикуляр түсіреміз. Перпендикулярмен енді оның түсу бұрышы берілген, түсу бұрышы бізде 20 градус дейді. Енді түсу бұрышы қандай болса, шағылу бұрышы тура сондай болады. Бізден қай жерде сұрап тұр? Бізден мына жерде сұрап тұрды. Енді бізде мына жер 20 градус болатын болса, онда мына жер 20 градус болады, иә. Онда мына жер бізде 70 градус болады. Бұны қалай шығардық? Яғни 90 градустан, мына жер бізде 90-ды білдіреді ғой. 90 градустан 20-ны азайттық, сонда бізде 70 градус болады деген сөз. Жауабы 70 градус. Сонда сіздер есепті шығарған кезде біз мына жерде суретті сызып алу керекпіз. Суретті сызбасақ, может бізде есебіміз дұрыс шықпауы мүмкін. Так, енді келесі сұраққа келейік. Екі жазық айна берілген бұл жерде. Бірінші жазық айна сәуле 20 градуспен түскен, шағылып екінші жазық айнаға түскен. Енді бұл жерде мынандай мысалы бір айна осылай бір айна жатыр деп есептейік. Осындай бір айна бар. Одан кейін екінші бір айна бар осындай. Екінші бір айна бар. Енді қараңыз, осы айнадан бір сәуле келіп түседі. Мына жерден бір сәуле келіп айнаға түсті. Одан кейін айнадан шағылды да екінші жаққа қарай кетіп қалды. Енді біз бұл жерде перпендикуляр тұрғызып алайық. Перпендикуляр тұрғызатын болсақ, мына жерде бір перпендикуляр бар. И мына жақ айнаға тағы да бір перпендикуляр түсіреміз. Мына жерге перпендикуляр түсіреміз. Сонда біздің мына жердегі түскен бұрышымыз ол бізде 20 градус болған. Айнаның арасындағы бұрыш бізде 90 градус деп айтып тұр. Енді сізге мына жерді сұрап тұр. Екінші айнаға түскенде қандай болады дейді. Енді мына жер 20 градус болса, онда мына жер бізде 20 градус, мына жер 90 градус болады. Онда мына жерді табу керек. Екінші айнаға түсу бұрышын біз альфа штрих деп алайық. Альфа штрих табу үшін біз 180, яғни үш бұрыштың бұрышы 180 ғой. 180-нен 90 градусты азайтамыз 20 градусты. Сонда бізде шығады. Так, 90-дан 20-ны азайтсақ, бізде бұл жерде жауабы 70 градус деген жауап болады екен. Міне, осындай жауап болады, 70 градус. Мына суретті сызып аласыздар. Енді сіздерге сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Егер біздің сабағымыз ұнаған болса, онда fizmat.kz немесе менің инстаграм аккаунттарыма жазылып кетіңіздер. Ол жақта біз сіздерге қызықты контент ұсынуға тырысатын боламыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.